Сәлем баршаңызға. Бүгін біз жидеден тосап жасайтын боламыз. Осылай бәрін бірінші теріп аламыз. Мінекей мен теріп алған жиделерімізді ыдысқа салып, жуып тазалап аламыз. Суға салған кезде, яғни барлығы ісініп, көтеріліп кетеді. Мінекей енді біз салып, қазір қайнататын боламыз. Үлкен, кең ыдыс аламыз қайнату үшін. Мен салдым. Көріп тұрғандарыңыздай толған жоқ. Егер сіздердің жиделеріңіз кептірілген болса, ол кезде жарты сағат көлемінде суға салып қоясыздар. Сол кезде қайтадан жұмсарып, бойына суларды сіңіріп, әдемі болады, сол тез піседі. Қант саламыз үстіне. Қантыңызды бірден көп салуға да болмайды, себебі сіздің тәтті болуы мүмкін. Сол себепті қайнатып жатқан кезде дәмін көріп, егер аздау болса қайтадан қоссаңыздар болады. Су қосып, суды көп құятын болсаңыз, ол кезде қантты да сол жобамен саласыздар. Мен қазір 1 стакан салдым, тағы да жарты стакан салам. Қазір су құйып қайнатқаннан кейін дәмін көрем. Мінекей мен газым үстіне су құям. Дәл солай. Мінекей мен суын құйдым. Сіздерге көрініп тұр ма? Ортадай болып тұр. 2,5 болмаса 3 күрішкедей су құйсаңыздар болады. Енді бетін жауып қайнатамыз. Мінекей біздің тосабымыз қайнап жатыр. Соғы күшті болып тұр. Қатты араластырмаймыз. Себебі сіздің жаңа жидеңіз бойына бар суды жинап алғаннан кейін өте жұмсақ болып тұрады. Сол себепті езіліп кетуі мүмкін. Мінекей қайнаттық. Бір қайнағаннан кейін асын жай отқа қойып, жай қайнатып аламыз, бетін жауып. Жиде қайнаған кезде бір ерекше басқа бір иіс шығады. Сол кезде ашып көрсеңіздер болады. Дәмін көрсеңіздер болады. Осы кезде қантты жеткілікті ма, аз ба, осы уақытта көріп, аздау болса салып жіберсеңіздер болады. Осылай кішкене түрі қоңырқай түске енеді. Негізі дайын болған уақытында бұл құрма сияқты қара түске енеді. Неге бізде әлі ертереу, тосаптың дайын болуына бетін жауып қоя тұрамыз. Мінекей біздің тосабымыз, яғни вареньеміз дайын болды. Осындай түсі қоңыр түске енеді дайын болған кезде. Жеп көресіздер. Сонда сіздердің жиделеріңіздің арасы бір келкі болу керек. Сонда сіздердің вареньелеріңіз дайын болғаны. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Бір келкі болу керек. Сонда сіздердің вареньелеріңіз дайын болғаны. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Мінекей біздің тосабымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмі өте әдемі. Мінекей осындай сулы болып шығады. Арасы осындай болу керек. Мінекей мен банкеге салып қойдым. Дәл осылай холодильникке салып қойып сақтасаңыздар да болады. Болмаса базға салсаңыздар да болады. Ешқандай дәмі өзгермейді, бұзылмайды, көгермейді. Мен осылай жасап жүрмін. Бұл болғасын кішкене көрінбей тұр, анық. Қатты тығыз қылып та салмаймыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай бір қалыпты саламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер.